Сіз адамға қарызға ақша бересіз. Адам уақыт өте келе ақшалай міндеттемені ұмытады немесе қарызын қайтармайды. Не істеу керек? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін мен сізге ақшаңызды қайтарғаныңыз келсе, қандай қадамдар жасау керектігін айтамын. Әзірге лайк басып, каналға жазылыңыз. Бірінші қадам әрқашан келіссөздер. Егер адам байланысқа шықпаса, қарызды қайтару туралы шағым немесе өтініш жазыңыз. Бірақ бопсалау мен қорқытулар болдырмаңыз. Екінші қадам. Егер сізде қарыз шарты нотариалды ресімделген болса, атқару парағын алу үшін нотариусқа жүгініңіз. Сіз атқару парағының көмегімен бірден сот орындаушысына жүгіне аласыз. Басқа нұсқа бар. Бұйрық арқылы іс жүргізу тәртібімен сіз тиісті бұйрықты алу үшін сотқа жүгіне аласыз. Өтінішке борышкердің берешегін растайтын құжаттарды және мемлекеттік баж салығын төлегені туралы түбіртек қосуды ұмытпаңыз. Сот бұйрығын алғаннан кейін мәжбүрлеп өндіріп алу үшін сот орындаушысына жүгіну қажет. Сондай-ақ сотқа талап арыз бере аласыз. Дегенмен, талап арыз заң талаптарына сай болу керек. Мемлекеттік баж жеке тұлғалардан түскен талап қою сомасын 1% құрайды. Заңға сәйкес сотта әр тарап өзінің талаптарына мен қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме жасайтын мән жайларды дәлелдеуге, қорғану құралдарын пайдалануға, фактілерді растауға, оларға дау айтуға, процесті адал жүргізуге сәйкес келетін және іс жүргізуге жәрдемдесуге бағытталған дәлелдемелерді және дәлелдемелерге қарсылықтарды судья белгіленген мерзімдерде келтіруге тиіс. Сондықтан өз құқығыңызбен ақшаңыз үшін күрескен жөн. Бейнеролик тақырыбы бойынша толық кеңес алғаныңыз келсе, арнаның тақырыпшысында көрсетілген нөмірге жазуыңызға немесе қоңырау шалуыңызға болады. Сізбен адвокат Таир Насханов болды. Лайк басып, YouTube арнама жазылыңыздар.